Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздермен бірге 6 сынып оқушылары үшін математика пәнінен екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді қосу және алмастыру тәсілімен шешу деген ашық сабақты көрсеткім келеді. Бұл жерде мен Сократик платформасы арқылы керемет ойынды құрастырдым. Яғни ол үшін мына жерде менің логин парольдарыммен кіресіздер. Для учителя деген бар. Осы жерде менің логин паролім бар, осымен кіресіздер. Кіргеннен кейін мына Qs дегенді басқаннан кейін осы жерде мына сол жағын басасыздар да, мишканы орысшаға ауыстырып аласыздар. Одан кейін мына пригласить студентов деген бар. Осыны бассаңыздар, осы жерді басқан кезде былай QR код шығады. Яғни осы QR кодты сіздер телефон оқушыларға бересіздер де, осы QR код арқылы осы QR кодты сканерлесеңіздер, міне былай шығады. Осы шыққаннан кейін мына жерде оқушылар аты жөнін жазады. Мысалы үшін мен аты жөнімді Мақсат деп жазайын. Мақсат деп жазсақ, мына жерде міне шығып тұр, көрдіңіздер ме? Енді белгілеп шығайын. Мысалы үшін былай тез белгілей салайын. Сұрақтар мына жерде ноутбуктан көрінбей тұр. Мен қазір сұрақтарын сіздерге көрсетейін. Мына жерде сүйреті бар, теңдеу бар. Қаншалықты қате жауап берген барлығы көрініп тұрады. Мінекей, енді осы жерде оқушының пайызы 43%, яғни 7 сұрақтың 3-еуі дұрыс деген. Мына жерде тұр ғой. Мына 3-еуі ғана дұрыс, қалған 4-еуі қате деген сөз. Яғни мына жерде класстың несі шығып тұрады. Полный результаттары. Мінекей, жауаптар былай бассаңыздар болады. Атын көрсетпей қоюға болады. Енді осы жердегі мынау сұрақтарды көрем десеңіздер, былай көресіздер. Бұл енді өзім құрастырған сұрақтарым. Яғни оқушылар QR код арқылы кіріп қолданады. Енді сонда мына тақтада аты жөндерін көрсетеді. Мына есептер мына жерде тұр. Дұрыс жауаптар, яғни бұл ключтер. Бұл жерде мен админ болғаннан кейін осылай көрініп тұрады. Яғни мына жерде қате, дұрыс, қате немесе бұрыс деген тұжырым. 7 есеп бар. Осы 7 есепті жеке жұмыс ретінде алсаңыздар болады. Бұл жұмысқа бір 10 минут уақыт берсеңіздер, оқушылар өздері орындайды, дәптерге шығарады. Бұл бізде бірінші платформа. Өте керемет, кім қанша балл алғаны барлығы көрініп тұрады. Одан кейін екінші платформа бізде Learning Apps дейді. Learning Apps'та осы жерде сілтеме арқылы, бұл жерде QR код керек емес. Әр оқушы өзінің телефонына кіреді. Телефон арқылы көрген кезде мына 4 тапсырма тұр. 3-еуі картинка, 1-еуі сұрақ түрінде. Енді бірінші мына ең шетінен бастайсың, көп кімдік болып тұр ғой. Мына телефонда жақсы көрінеді. Теңдеулер жүйесі оқушылар қосу тәсілімен болмаса алмастыру тәсілімен шығарады. Бұл жауап қате дейді ме? Дұрыс болса осылай ашылады. Бұл қате. Көрдіңіздер ме? Қате болса осылай тұрады. Дұрыс болса ашылады. Екінші былай өтесіздер, телефонмен істесе, мына бәрі көрініп тұрады есептері. Телефонмен жақсы көрінеді. Мінекей, қате болса осылай тұрады. Үшінші мынау. Ал ең соңында мынау бізде 4 бұрышының ұзындығы еннен 4 см ұзын, ал оның периметрі 36 см. Оның ұзындығымен енін тап дейді. Мінекей, көрдіңіздер ме? Мына пазлымыз ашылды. Бұл бізде екі платформа. Енді осы сабақтың сіздерге қамыржысын слайдын көрсетейін. Бұл жерде бірінші мына қамыржыға өтетін болса, бұл жерде тағы да бақа деген көрнекілік бар. Бұл жерде тапсырмалар берілген. Яғни тапсырмаларды қағазға шығарып, қырқып қоясыздар. Мына жерде жауабымен оқушылар біледі. Оны жұптық тапсырма ретінде алсаңыздар болады. 4 есеп бар. Мінекей, жүйе, мына жүйені ғой. Енді осы жүйені оқушылар шығарады. Мұнда жауаптарымен біріктіреді. Сөйтіп оқушылар жұпта немесе жеке орындаса да болады. Топқа берсеңіз де болады. Енді қамыржысын көрсетейін. Бұл жерде қамыржы, міне қамыржысы берілген. Арнайы дискриптары бар мына жерде.
мінекей топтық жұмыс, жұптық жұмысқа бақа әдісін алғанмен жұп ретінде орындайды. Ал жеке жұмысқа сократив әдісі арқылы оқушылар есептер шығарады. Ал бекітуге Leonic Apps платформасын қолданамыз. Ғарыш әдісі арқылы оқушылардан кері байланыс алсаңыздар болады. Транспортер әдісі арқылы бағаланады оқушылар. Осы қамыршысы. Енді слайды бар мұнда. Слайдында көрсеңіздер болады. Балмұздақ әдісі арқылы топқа бөлесіздер. Мінекей слайды, миға шабу әдісі, топтық тапсырмалар, жұптық тапсырмалар, жеке жұмыс, Leonic Apps бекіту тапсырмасы барлық 45 минутқа арналған, яғни тәжірибеден өткен сабақ 45 минутқа тура жасалған. Енді осы сабақ сіздерге ұнаған болса, мына жерге WhatsApp нөмірін қоямын, осы WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Енді бұл жерде Leonic Apps'ты телефон арқылы қолданасыздар, ал сокративті жаңа мен сіздерге сілтемесін жіберем, болмаса QR код арқылы да кірсеңіздер болады. Осы барлық материалдары бірге беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Міне лайв результат деген басса, мына оқушылардың қанша балл жинағанын көріп тұрады. 100%, бірінші сұраққа 33% дұрыс жауап. Яқта осындай деді. Екінші сұраққа 100% оқушылар жауап берген. Кім жауап берген барлық өзіңіздің оқушыларыңыздың аттарын жаздыртасыздар. Енді ұнаса көріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.